Бүгін ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туылған күні. Туған күніне орай біздер университет дәлізінде сауалнама жүргізгіміз келіп отыр. Дәліздегі студенттерден Мұқағали Мақатаевтың қандай өлеңдерін біледі екен? Бірге сұрап көрейік. Қыздар, бізде Мұқағали Мақатаевтың туылған күніне орай сауалнама жүргізгелі жатырмыз. Сіздерден сұрақ, жалпы Мұқағали Мақатаев туралы, ақын туралы білесіздер ме? Иә, шығармашылығымен таныспыз, жалпы сүйікті ақын жазушылардың бірі. Енді осы камераға Мұқағали Мақатаевтың бір өлеңін оқып бере аласыздар ма? Қазір бір есіме келіп тұр. Ей өмір деген қысқа ғана оқып берсем жарайды ғой, иә? Болады, иә. Дүниенің ағында қарасында, мыңқ етпейсің қабылдап аласыңда. Қарасымен шамаң жоқ таласуға, ей өмірім зымырап барасың ба. Керемет. Сіздерше, қыздар? Менде шыдай тышта тағы. Шыдай тышта тағы, шыдамдынымын өмірін атады. Үміттің құлани құлатаңы әйтеуір біратады. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып қақым бар жүгіруге. Керемет, өте керемет. Сізше? Мен Мұқағали Мақатаевтың Фаризаға арналған өлеңін осы есімде. Фариза жан, Фариза қыз, өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Шыдай ақыры жалығармыз, бірімізден біріміз арылармыз. Керемет. Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін біледі екенсіздер. Ризамын сіздерге. Рахмет көп. Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгін Мұқағали Мақатаев ақиық ақынның туылған күні. Соған орай студенттерден біздің ақынның өлеңдерін жатқа білесіздер ме? Соны сұрағым келіп отыр еді. Бір өлеңнің, бір шумағын болсын бізге айтып бере аласыздар ма? Шыдай тышта тағы, шыдамдынымын өмірін атады. Өмірдің құланейік құлатаң әйтеуір біратады. Өкінбе өкпелеме өміріңе, өмір болмайды түңілуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып қақың бар жүгіруге. Керемет. Рахмет көп. Шыдай тышта тағы, шыдамдынымын өмір ұнатады. Өмірдің құланейік құлатаны әйтеуір біратады. Саламатсыз ба? Бүгін Мұқағали Мақатаев ақиық ақынның туылған күні. Соған орай сізден сұрақ қойғым келіп отыр еді. Ақынның шығармашылығымен таныссыз ба? Ол кісінің андай қарапайым нелерінен гөрі, жазған өлеңдерінен гөрі әндерін білемін де, сол әнмен орындап жүр ғой қазіргі таңда. Керемет. Енді сол өлеңдерінен бір кішкене жол болсын айтып бере аласыз ба? Ән етіп шырқауға болады, өлең етіп оқуға болады. Сенің көзің түпсіз терең тұңғиықтан жаралған, сонда жатыр менде жүрген орындалмас бар арман. Сенің жүзің көкте күннен, жерде гүлден нәр алған, шашың сенің жан баспаған жапандағы қара орман. Керемет. Рахмет көп. Жалпы Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығымен әр қазақ танысып жаталады. Себебі қазақ поэзиясына үлкен жаңалық әкелген, өзінің жалпы сол өзіндік дәуіріне үн қосқан поэзия мұзбалағы ретінде танылған. Енді ақын болам деген жұрттың жаңағы жастардың барлығы осы Мұқағалидан оқымай, аттамай, бағы еңбектеген баладан еңкейген кәрісіне дейін Мұқағали ақынның өлеңдерін оқиды. Сол үлкен осы дәстүр жалпы көп ақындарға жаңағы болса екен деп армандаймыз осындай дәстүр. Себебі жаңағы жатқа Мұқағалиді жатқа оқитын жаңағы жұрт қазақ ол деген жаңағы төмен болмайтын сөзсіз, ой санасы биік болатыны, өлең өнерін жоғары бағалайтын, өлеңнің биігін бағалайтындар осы жалпы Мұқағалиді оқу керек деп ойлаймын. Рахмет көп.